Армысыздар, құрметті көрермендер, кезекті подкастымыз. Бүгінгі подкастымыздың тақырыбы мамандық таңдау, болашақтың бастауы. Әркімнің өзінің ойы болады. Әрине ата-анасының да ойымен келісу керек. Бірақ та көбінесе өзі дұрыс таңдау жасау керек. Мамандықтар, қазір заманауи мамандықтар өте көп, яғни сұранысқа ие. Біздің университет былай айтқанда, жергілікті басқару органдарында отырған, әкімшілікте отырған көп пайызы біздің студенттер отыр. Заман бір орында тұрмайды. Ол дамып жатыр. Адамзат дамып жатыр. Біздің университеттегі мамандықтардың бәрі қазіргі заманға сай білім бағдарламалары, сондай мамандықтар дайындап жатырмыз. Бізде қаншама келісім шарттар бар, жоғары компаниялармен, мемлекеттік орындармен. Сен де бір кірпіш дүниеде кетігін тапта бар қалан деп Ұлы Абай атамыз айтқандай, жалпы құрметті жас талапкер, мамандықты жүрек қалауыңызбен таңдаңыз. Армысыздар, құрметті көрермендер, кезекті подкастымыз. Бүгінгі подкастымыздың тақырыбы мамандық таңдау, болашақтың бастауы. Бүгінгі подкастымыздың қонақтарына келсек, жалпы экономика, кәсіпкерлік және басқару факультетінің декан орынбасары Руслан Есентаевич, қаржы, логистика және цифрлық технология факультетінің декан орынбасары Айнара Қуанышевна, және өзімді таныстыра кететін болсам, бизнес, құқық және технология факультетінің декан орынбасары Ержан Сапарғалиұлы. Бүгінгі подкастымыздың тақырыбына сәйкес, бірінші сұрақ. Жалпы бізде мамандық таңдауда көптеген мәселелер туындайды. Ата-аналар тарапынан болсын, жас талапкерлердің тарапынан болсын, мамандық таңдауда қандай басты критерийларға назар аудару керек? Қалай ойлайсыздар, құрметті әріптестер? Жалпы біздің қаржы және логистикалық цифрлық технология факультетінде заманға сай мамандарды дайындаймыз. Бұл біздегі білім беру бағдарламалары ол логистика, маркетинг, IT-аналитика, қаржы және көптегенде мамандар дайындайды. Жалпылама маманды таңдаған кезде талапкер қазіргі заманға сай маманды таңдау керек. Яғни бұл нарыққа. Қандай критерийға жалпы назар аудару керек? Ата-ана өз тарапынан және де жас талапкер. Қалай ойлайсыз? Біз кәсіби бағыттар жүргізген кезде түсіндірме жұмыстарын ата-аналарға сол тұста көптеген сұрақтар болады. Сол сұрақтардың мысалын да айтып кете аласыз ба жалпы? Жалпылама мамандық таңдағанда әрине енді қазіргі балаларда өздерінің ойлары, өйткені қазіргі жалпы дамыған заман ғой. Дамыған заманның балаларда, студенттер, жалпы талапкерлерде өте белсенді. Әркімнің өзінің ойы болады. Әрине ата-анасының да ойымен келісу керек. Бірақ та көбінесе өзі дұрыс таңдау жасау керек. Барлық университеттерге барып, жалпы ақпарат нелермен таңдау жасау керек, көзбен көру керек. Жалпы мамандық таңдаған кезде ең басында өзіне сенімділік білу керек. Жақсы, рахмет, Руслан Есентаевич. Енді бұл жерде қазір біздің мектеп оқушылары тікелей өздерінің қазір таңдап, дайындалып жүрген мамандықтары бар. Сол мамандықтарына байланысты олар ұбт дейді ғой, енді тапсырып, өздерінің деңгейлерін тексеріп жүр. Енді мамандықтар, қазір заманауи мамандықтар өте көп, яғни сұранысқа ие. Ол заманауи мамандықтар біздің де университетте бар. Яғни заманға сай, сұранысқа ие. Неге ондай мамандықтар таңдау керек? Мысалы, біздің факультетте экономика деген баяғыдан келе жатқан өзінің тарихы бар мамандықтардың бірі ғой. Кез келген адам экономист болу керек. Яғни ол экономист болу керек, ол мемлекеттік салада және жеке меншік салада да жұмыс істей алады. Бұл былай айтқанда экономика мамандығы әр тарапты, жан-жақты деген сөз ғой. Және мемлекеттік басқару бұл жағы әкімшілікте, жергілікті өзін-өзі басқару салаларында жұмыс істейді. Бізде біздің университет былай айтқанда жергілікті басқару органдарында отырған, әкімшілікте отырған көп пайызы біздің студенттер отыр. Және халықаралық экономика дейді. Халықаралық қатынастар, менеджмент, қазіргі заманауи ғылымның, бизнестің дамуына байланысты менеджмент жағы немесе жобалық менеджмент, инновациялық жобалық менеджмент деген мамандықтар бар. Оларға деген сұраныс өте жоғары. Өйткені заман бір орында тұрмайды. Ол дамып жатыр. Адамзат дамып жатыр. Бұл жерде бизнес,
яғни адам қаржы табу керек, немесе бизнес жобаларды дайындау керек. Кез келген жаңағы мемлекеттік орындарда болсын, жекеменшік орындарда болсын, осындай бизнесті дамыту арқылы мемлекеттен қаншама көмектер болады, соларды алуға болады, өздерін дамытуға болады. Яғни біздің университеттегі мамандықтардың бәрі қазіргі заманға сай білім бағдарламалары, сондай мамандықтар дайындап жатырмыз. Яғни былай айтқанда жас талапкерлер осындай мамандықтар таңдау керек. Яғни бізде көп ондай мысалы сіздердің факультетте IT мамандығы, IT деген қазіргі замандағы ең сұранысқа ие жоғарғы мамандықтың білім беру бағдарламасының бірі. Енді мамандықтың айтып отырмын, ол бұрынғы тілмен айтып отырмын, негізі білім беру бағдарламалары. Өйткені искусственный интеллект, чат GPT-дің дамуына байланысты кез келген компания, мемлекеттік болсын, жеке меншік болсын, өзінің жеке бизнесін дамыту үшін жоба жасау керек. Оның қазір жобалардың барлығы тек білесіздер, IT технологиялардың көмегімен жасалынады. Бұрынғыдай қағазбен жазып есеп-қисап шығарып отырмайды. Қазір түгелі ғылыми техниканың прогресс дамып келеді, ол одан да қазір жоғары деңгейде дамып кеткен. Яғни адамның білімге деген сұранысы өте жоғары. Сондықтан менің айтып отырғаным, біздің университеттегі білім беру бағдарламалары өте жоғары сұранысқа ие. Және ол бағдарламаға жылына қаншама мың студент түсіп жатыр. Басқа облыстардан да келіп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, сабақ беріп те жүрген шығарсыздар. Жалпы өзімнің факультетім бизнес, құқық және технология факультетінің мамандықтарына келетін болсам, жалпы құқықтану, экономика саласын құқықтық реттеу, сот және құқық қорғау қызметі, азық-түлік өнімдерінің технологиясы, стандартизация, сертификация, метрология салалары бойынша, сонымен қатар әлеуметтік жұмыс, психология, білім беру менеджменті, дене шынықтыру және спорт менеджменті, туризм, мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі секілді мамандықтар жақсы қамтылған. Соның негізінде мен айта кететін едім, критерийлардың бірі студенттер, болашақ жас талапкерлер жалпы бейіндік пәндерін таңдау бойынша қателеспеу керек, иә? Осы тұста біз көптеген ақпарат берген кезде межелік ұпай туралы көп сұрақтар қойылады. Осы тұста межелік балл педагогикалық мамандықтар бойынша біз әрқашанда түсіндіреміз, педагогикалық және заң мамандықтарына өтпелі балл 75 балдан басталатындығын әрқашанда ескереміз кәсіби бағыт-бағдар берген кезде. Осы тұста құрметті ата-аналар, сіздерге айта кететін мәселе, межелік балл республикалық деңгейде педагогикалық және құқықтану мамандықтарына 75 балдан басталатындығын ескертеміз. Сонымен қатар, мысалы бізде дене шынықтыру және спорт менеджменті, ол негізгі екі пәнге байланысты ұлттық бірыңғай тестілеуде тапсырады. Ол Қазақстан тарихы және оқу грамматикасы пәндерін, және де шығармашылық емтихан. Шығармашылық емтихан екі кезеңде тұрады. Оны сіздер шілде айында ол процесс жүзеге асады. Қабылдау комиссиясы 20 маусымнан басталған сәттен бастап ақпарат алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Сонымен қатар тағы бір айта кететін мәселе, кәсіби бағыт-бағдар беру мәселесінде ашық есік күні деген ұғым бар, біздің университетте. Ашық есік күні не үшін қажет жалпы? Қалай ойлайсыздар, құрметті әріптестер? Ашық есік күні ол біздің есігіміз жалпы ата-аналарға да, жас талапкерлерге де әрқашанда ашық. Яғни біз өзіміздің қандай білім бағдарламаларын дайындаймыз, сол туралы ақпарат беріледі. Жаңағы өте жоғары мамандар, профориентаторлар деді. Содан кейін біздегі мынау жалпы университетіміздің ғимараттың материалдық базасы дейді, сол деңгейді көрсетуде. Есік ашық күніне міндетті түрде келулеріңізге болады. Өйткені ол жерде көптеген бағдарламалар туралы ақпарат ала аласыздар. Жақсы, тамаша, Арслан. Ол ашық есік күнімен қатар біздің университетте жылына қаншама нелер өтіп жатады, іс-шаралар. Оның бірі олимпиадалар. Бізде бүкіл білім беру бағдарламаларында барлығы өздерінің кезең-кезеңмен олимпиадалар өткізеді. Мысалы, өткенде ғана бізде қазақ тілі кафедрасы өткізді, енді экология кафедра өткізді, экономика кафедра. Яғни ол олимпиадаға келген балалар біріншіден біздің университеттің білім беру бағдарламаларымен танысады. Университеттің жасыз айтқандай техникалық базасымен танысады, бізде қандай деңгейде екенін, және де
мысалы экология мамандығы бойынша бізде қаншама студенттер осы олимпиададан өтіп университетті көріп білім беру бағдарламаларын көріп осы жерге сол олимпиаданың нәтижесінен кейін біздің университет таңдап түсіп жатқандар да бар. Яғни әр кафедраның, бізде мысалы 7 кафедра бар, сол кафедраның өз апталықтары бар. Және де бізде конференциялар өтеді, ғылыми даму конференциялар. Соның бәріне оқушылар, колледждерден студенттер келеді, мысалы солардың барлығы көріп университетімізді біріншіден өздерінің білімдерін тексереді, екіншіден университеттің білім беру бағдарламаларымен, техникасы, базасымен, ондағы университеттегі мұғалімдермен тікелей танысады. Және де бізде кәсіби біліктілікті профработаны жұмыс жасайтын бізде мамандар бар, сол кісілермен танысып, ол кісілер оларға керекті сұрақтармен толығымен жауап береміз. Және жазды күні документ қабылдау басталған кезден бастап, біз олармен, ата-аналармен, оқушылармен тікелей жұмыс жасаймыз. Олардың сұрақтарына біз телефонмен де, кездесу барысында да жауап береміз оларға. Сонымен қатар ашық есік күнінің бірден-бір ерекшеліктері, біздің университеттің өткізетін ашық есік күнінің өзіндік ерекшелігі, ол жас талапкер және ата-аналар университеттің қабырғасының шынайы өмірін көре отырып, сол жерде оқитын біздің студенттерімізбен тығыз байланыста, қарым-қатынаста, жалпы пікір алмасу арқылы университетіміздің деңгейін, сонымен қатар студенттік өмірінің қарқынын көріп бағалай алатындығын атап өткім келеді. Сонымен қатар бізде бүгінгі күні ұлттық бірыңғай тестілеуді бір қорқыныш бір формат ретінде көреді көп ата-аналар, немесе жас талапкерлер, сонымен өмір тоқтап қалатын секілді тіпті, Осы тұста ұлттық бірыңғай тестілеу, ол бірінші кезекте жас талапкерлер үшін алғашқы қадам сынақ. Бірақ бұл сынақтан өту оңай әлде қайда. Себебі ол табандылық пен білімді ұштастыра отырып, еңбекпен келетін құндылық. Келісесіздер ғой, әріптестер, Осы тұста ата-аналарға, жас талапкерлерге қалай ұлттық бірыңғай тестілеуден қорқпай өтуге, сонымен қатар тапсыруға, және де көптеген сұрақтар туындайды ғой, енді ата-аналарда білім гранттары неше пайдан басталады деген сияқты. Осы тұста қысқаша ақпарат бере кетейікші. Мысалы, өзім айта кететін болсам, бірінші кезекте білім гранттары жалпы ғылым және жоғарғы білім министрлігі тарапынан беріледі. Университет тараптарынан жалпы республикалық деңгейде конкурстың негізінде сіздер 4 жоғарғы оқу орнын таңдай отырып, мамандықты таңдай отырып, жалпы республикалық конкурсқа түсу арқылы қатыса аласыздар. Ал жалпы НТ-ге байланысты айтатын болсақ, ұлттық бірыңғай тестілеу жалпы жылына бірнеше рет болады сіздерде. Сол себепті балаға қысым көрсетпей, белгілі бір таңда қолдау жасап, профилактологтарға жүгіну арқылы, белгілі бір таңда баланың кәсібилігін, біліктілігін ашу арқылы мүмкіндіктерді аша аласыздар деп ойлаймын. Әріптестер, өз тараптарыңыздан қоса кететін жайларыңыз болса, айтсаңыздар. Бұл ұбт жылына 4-5 рет болады. Қаңтар айынан басталған, тамыз айында бірақ аяқталады. Яғни 4 этаптан тұрады. Яғни ата-аналарға, бұл айтқан оқушыларға айтатынымыз, ұбт-дан қорқудың керек жоқ. Білімді бала ол кез келген жерде өз-өзін көрсетеді, және кез келген салада, кез келген жерде айтқанда өзін алып шығады. Яғни сіздер қаңтар ұбт-сынан төмен бал алып қалсаңыздар, наурыз ұбт-сы бар, одан кейін мамыр, маусым айларындағы 2 ұбт бар, одан өтпей қалса тамыз айындағы ұбт бар. Яғни осы 4-інің біреуінен өтіп, 5-інің біреуін өтіп, сіздер жоғары оқу орындарын таңдай аласыздар. Яғни соның сертификатымен түсе аласыздар. Тек кейінде қандай заңдар болып жатқанымыз білмейміз, өзгерістер болады деген естігенбіз, бірақ негізгі жалпы республикалық министерство бөлінген гранттарға қатысатын бұл ұбт-ның балы мамыр мен маусым айындағы болатын жылда. Ұлттық тестілеудің нәтижелерімен есептеледі. Енді кейінде барлық нелерді, ұбт-ларды есептейміз деген нелер жүрген ақпараттар, бірақ ол шынайылығын біз оны айта алмаймыз. Ол министерство өзі, министрлік тарапынан заң шығып жарияланады. Сол кезде сіздер өздеріңіз көре аласыздар.
Жақсы, тамаша. Енді ой қорытындысы ретінде, құрметті әріптестер, болашақ талапкерлерге және ата-аналарға өз тілектеріңізді айтып, осы подкастты тамамдасақ. Жалпылама егерде біздің сөзін қорыта келсек, жас талапкерлер, ата-аналар, жалпы біздің өте тарихы бар университетті қазіргі заманға сай мамандарды дайындаймыз. Соларды біздің университетті таңдауларыңызға болады. Яғни студенттер бірінші курстан бастап 4-ші курсқа дейін жалпылама бұның жұмысқа орын алуының өзі 95% көрсетеді. Сондықтан біздің жаңағы қаржы, логистика, цифрлық мамандарды таңдауларыңызға болады. Руслан Сентаевич. Енді бұл жерде не айтуға болады? Ата-аналар, құрметті оқушылар, сіздер таңдау жасаған кезде бұл білім, диплом, сіздердің әрі қарай өмірлік дамуларыңыз, нарықтағы бәсекеге қабілетті тұлға болып шығуларыңыз, яғни өздеріңізге керекті жақын мамандықпен, жақын вузды, университетті таңдауларыңызға шақырамыз. Сіздер дұрыс таңдау жасайды деген ойдамыз. Өйткені бізде университеттің ішінде жағы бала университетті тәмамдап, диплом алып кеткенге дейін біз олармен былай айтқанда не жүргіземіз. Оларда бізде университетте кәсіби жұмыспен қамту орталығы бар, солармен байланыс жүргізеді олар. Яғни жұмысқа тұрып кетуіне дейін біз көмек жасаймыз. Оларға жұмыс орындарын ұсынамыз. Мысалы, балаларына ең соңғы курстарда практикадан өтеді ғой. Сол практикада бізде қаншама келісім шарттар бар. Жоғарғы компаниялармен, мемлекеттік орындармен. Осыларға біз балаларды сол жерден практика өтуге жіберіп, өндірістік тәжірибеден өтуге сөз жібереміз. Сол жерде өз-өзінен қалай көрсетеді. Сондай балаларды, студенттерді, ол компаниялар, мемлекеттік ұйымдар өздеріне алып қалады ертең. Уже жұмыспен қамтылды деген осы. Сен де бір кірпіш дүниеде кетігін тапта бар қалан деп Ұлы Абай атамыз айтқандай, жалпы құрметті жас талапкер, мамандықты жүрек қалауыңызбен таңдаңыз. Қосымша ақпараттар немесе қосымша сұрақтарыңыз болса, сілтеме арқылы өтіп, комментарий қалдырып, сұрақтар қойсаңыздар болады. Ресми сайттарымызға келетін болсақ, Official Karuk Instagram парақшасы арқылы, немесе www.ku.kz ресми парақшасына тіркеліп қарасаңыздар болады. Бүгінгі подкастты осымен аяқтаймыз. Көп-көп рахмет.